12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Тікелей эфирде кеш жарық, оның бүгінгі тізгіншісі мен Дүйсен Молдашыла. Бүгін бізде қонақта облысымызға кеңінен танымал актер, Жамбыл облыстық Асқар Тоқпан атындағы Қазақ драма театрының белді актері, кино саласында да өзіндік қолтаңбасы бар 8 қырлы бір сырлы жерлесіміз Мәмбет Қожалиев. Құрметті телекөрермен, біз алдағы жарты сағат бойында өздеріңізбен тікелей эфирде осылай сұхбаттасып, қызықты сәттермен бөлісетін боламыз. Айтатын ой пікірлеріңіз, көрерменге қоятын, бүгінгі қонағымызға қоятын сұрақтарыңыз болса 45-38-00 телефоны қосулы. Бүгінгі кеш жарықтың жақсы шығуына өздеріңіздің де қол ұштарыңызды бере отырыңыздар. Мәмбет, кеш жарыққа қош келдің бауырым. Кеш жарық, қош көрдік. Кешкі көңіл күй қалай? Жақсы. Енді жалпы мынау театрдан жүгіріп келдің ғой, енді біздің эфирге қазір өзіміз көрші болғаннан кейін келу соншалықты бір қиын емес. Бірақ мен театрдың ішіндегі ішкі дүниені білем да, шет жағасын. Қайнап жатқан жұмыс, бір белгілі бір сахнаны дайындап жатқан кезде, сендердің бір былайша айтқан кезде бұрылып қарауға уақыттарың болмайды. Менің айтқым келіп отырғаны осы таяуда ғана мынау алғашқы премьераларың деп айтсақ болады, Құсалық деген жақсы бір туынды шықты ғой. Осы спектакль Жамбыл әулиеата көрермендердің көңілінен шықты деп айтуға болады. Бұл жерде трагедия да бар, бұл жерде адамдардың тағдыры керемет енді. Өзің де осы қойылымның бел ортасында жүрдің, мен қателеспесем, грузин азаматы Кета деген азаматтың рөлін сомдап шықтың ғой деймін. Осындай қым-қуыт жұмыстың ішінде жүрген кезде өзіңде қандай әсерде боласың бауырым? Осыны айтшы, шаршау басың ба, жоқ әлде шабыттану басың бола ма? Жоқ, бізде шаршау жоқ қой, шабыттану ғой. Шабыттанбасақ ол шықпайды ғой. Ылғи да біздің шабыттың үстінде әсіресе рөл алған кезде, сондай рөл бұйырған кезде, ылғи да оймен, толғаныспен, өзің әріптесің, партнеріңмен бірге жұмыс істеу, күндіз-түні жұмыс істеу, үйге барып ойланасың, шабыт қой, шабыттанып жүресің ғой, ылғи да. Арасында күліп аласың, енді қалжың болады. Жаңағы бір сөз дұрыс емес айтып қаласың, кейде реплика дұрыс келмей қалады. Сол сияқты өзінің бір қызықтар да бар, қиындықтар да бар. Әр нәрсенің. Жаңағы өзің сомдаған кейіпкердің рөлін алып шығу қаншалықты өзіңе оң жамбасыңа тура келді? Жалпы неліктен сені таңдады осы рөлге? Енді режиссердің өзі де бір көреген сияқты болады дұрысы. Актерларды қарап, жаңағы ойнаған рөлдерін көріп жүреді да. Негізінде бұл қойылымға сырттан келді. Атырау қаласынан келді. Мұханғали Томанов деген режиссер. Сол кісі таңдайды өзі қарап жүріп ше, біздің енді театрға келгеннен кейін жүр ғой, енді ол кісі өз бөлек істеп жатыр, біз басқа құрам, басқа қойылым қойып жатырмыз, дайындалып. Соны көріп жүріп, енді көріп таңдаса керек енді. Сырттай сын көзбен қарап жүрді ғой, өзінің кейіпкерлерін іздеп сол жерден. Сөйтіп қарап жүріп таңдаса керек. Басында жоқ болатын мен енді. Кейінірек қосылып, өйткені мен басқа қойылымда жұмыс істеп жаттым, екінші қойылымда Қуандық ағамен. Сол кезде ол кісі кейін шақырып алды. Сен осыған кіресің деп. Сөзімді алдым, енді қарадым, бері қарадым, ол кісі мені ақылдаса отырып, өзі направление береді енді, бағыт-бағдар береді, қарап отырып. Басында енді жас бала сияқты болып шығып жүрдім, қызық емес сияқты, соны ары бері әңгімелесіп, шай үстінде отырып қалдық бір кешке қонақта. Мәлік, біздің басшылығымыз, бастығымыз. Соны енді қонақта шай ішіп отырып, сол да Мәлік айтады, бәке бір даусыңның ырғағын өзгертсең қалай болар екен дейді да. Біз талдаймыз енді отырып өзіміздің рөлдерімізді жаңағы. Ойландым, өзім алдымда да ойын бір басқа бір интонация, бір дауыспен сөйлесем қалай болады, қалай қарайсыз деп. Көр деген ғой. Соны жарайды дедім де, ертесіне дайындыққа барған кезде сол дауыспен сөйлей бастадым жаңағы. Примерно мынандай да енді дауыс. Біздің елге немістер басып кірді, оны бәрің білесіңдер деген сөздер бар да, осындай дауыс, жаңағы мүштік сабалама аузыма. Мынандай сақалы бар енді өзінің. Тауғалықтарының акцентіне, тауғалықтарының келтіру керек болды. Жақындауға келтіруге тырыстым да енді. Соны кейін тағы ойланып жүрдім да, шыққан сол сөзіме дейін менің кішкене проходым бар да, жүретін жерім бар да енді. Ол жерден бос жүрмейін дедім да, сонымен грузинше сөздерді қарай бастадым да. Сонымен анау кір сияқты кір алып, грузиндердің өзінің басты нелері бар екен, кір жайып қояды деген бір сондай үрдіс сияқты. Сонымен жаңағы жіппен кірді алып жаямын да, енді соғыстан кейінгі не ғой, уақыт қой енді. Қиын кезең. Қиын кезең.
мен сол Грузияның бір енді жүрген бір сол жерде соғыстан кейін қалған өзі кішкене сәл ауру шаң ба сондай бір бірақ түгендеп жүретін жаңағы балалардың, әйелдердің жаңағы соғыстан зардап шеккен киімдерін түгендеп жаңағы жіпке тізіп жүремін да, өзім сөйтіп түйдім де өзім ойыма. Соның алдында жаңағы санаймын оны. Соң грузинше жаңағы сандар жаттап алдым жаңағы. Эрти, эсти деп жаңағы соны санап шығамын жаңағы. Сол сияқты ізденіс үстінде қызық та бұл енді бізге театр өнері өзіме қызық шынымды айтсам. Ешқандай енді қиындық көрген емеспін енді рөл жағына келген кезде қиналған емеспін. Мамбет, жалпы сөзімді бөлейін. Біздің облыстық драма театрдағы сені жас актер деуге келмейді. Мен қарап отырсам, сенің осы біздің Қара шаңырақта жүргеніңе 15 жылдай болып қалыпты. Қазір орта буындағы актер деп айтсақ болатын шығар, иә? Осыдан 15 жыл бұрынғы осы театрдың алғаш есігін ашқан Мәмбет пен бүгінгі Мәмбеттің арасында қандай айырмашылық бар? Сенің жеке көзқарасың. Жасым ұлғайды демесем. Жастың ұлғайғаны түсінікті ғой. Кәсіби түрде қаншалықты өстің деп ойлайсың? Кәсіби түрде енді өстік қой енді. Театр деген өзі мектеп қой, үлкен мектеп. Біз анау енді колледжде оқыдық, одан кейін енді Қуандық аға болды ұстазымыз. Ол кісі соңғы курста енді осы неге театрға келдік, өзінің кабинетінде сабақ беретін. Ең үлкен мектеп сол сахнадағы болатын мектеп қой. Сол жердегі жұмыс барысында сонымен қоса жаңағы үлкен кісілердің арасына түсесің, қайнап жатқан қазанның ортасына түсесің жаңағы. Ол кісілер бәленбай жыл істеген енді сахнаның саңлақтары ол кісілер. Аяқ қолың дірілдеп тұрады кейде. Дұрыс емес айтып қалсам қазір айқайлап жіберер ме екен маған деген сияқты, арасында дұрыс естіп қалар ма екен, болмаса бір намысыма теріс сөз айтып қалар ма екен деген сияқты аяқ қолың дірілдеп екі ауыз сөз беріп қойды, үш ауыз жаңадан кіргенсің ғой енді. Соның өзінде зорға айтқан кездер болады. Ал енді қазір енді оның бәрін үйрендік қой енді, бойымызға сіңді, қанымызға сіңді, сахнаға төселдік. Дегенмен де кейде бір жамбасқа келмей қалатын рөлдер болады, сол кезде қиын болады енді, қиындығы туады енді, таппай жүресің енді. Шығу қиын болады дейсің ғой. Шығу қиын болады, былай қылсам қалай болар екен, былай қылсам қалай болар екен, былай сөйлесем қалай болар екен деген сияқты. Оның да бір әуресі көп енді, оны айта берсек бітпейтін, шексіз деп айтсам болады да, ол театрдың сахна өнері. Театрдың сахнасында жүрген мына үлкен ағаларымыз айтады ғой, мен болдым, өстім, жеттім деп ойлаған адам, ол қайта өспеген адам қателеседі деп. Мен осы Асанәлі ағаларымыздың аузынан естіген. Мен осы жалпы сенің өмір жолыңды зерттегенде, сен қайдан біліп қойды деп ойлама. Сен бала кезде өте тұйық болған екенсің ғой. Тіпті ешкіммен көшедегі балалармен де көп ойнай бермейтін, өзіңмен өзің бір бұрышта отырып ойнай беретін, кейін өсе келе бір айқайлап ән салғанды жақсы көретін боз бала кезде осындай болыпсың. мен ойлап отырмын да, осындай тұйық бала кезде, кейін өсе келе әнді жақсы көрген бала мамандығын шатастырып алған жоқ па деп. Өзің қалай ойлайсың? Кім біледі енді анау қой аласы сыртында адам аласы ішімізде болғанден жатқанда бірдеңке. Білмеймін енді мамандық шатастырып алдым ба алмадым ба оны нақты айта алмаймын енді, бірақ осы мамандық өзіме ұнайды. Енді басқа мамандықты өзіме елестетіп көремін енді, кейбіреуін істей алмайтын сияқтымын шынымды айтсам. Кейбіреуін істей алатын мен мүмкін деген сияқты ой көреді. Бірақ дегенмен де осы қазіргі мамандығым енді дәл қазіргі кезде шатастырып алған жоқпын ғой деп ойлаймын. Енді жалпы менікі қалжың ғой. Бала кезде кімді қандай мамандық болсын армандай береміз, ұшқыш болуды да, көлік жүргізушісі болуды да, бәрі балаға қиялында, ол барлығы керемет болып көріне береді. Енді осы жерде Мәмбет ойлап отырмын да, дей тұрғанымен сенің осы үлкен шаңыраққа актерлік мамандықты таңдауыңа белгілі бір дүниенің немесе белгілі бір адамның әсер еткені анық деп ойлаймын өз басым. Өйткені адам қалыптасу кезеңінде белгілі бір еліктейді. Бізде алғашқы қоңырау бар екен, бұл әңгімеге қайта ораламыз. Көрерменімізді тыңдайық. Кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло, біз сіз тыңдап отырмыз, құрметті телекөрермен. Кеш жарық. Кеш жарық. Мәмбет мырзаға бір сұрақ қойғым келіп еді. Жақсы. Мәмбет мырзаның балалық шағынан бастап оқыған кезеңі және бүгінгі таңына дейін бәрін жақсы білеміз, сондықтан енді өзім көкейімде жүрген бір сұрағым бар еді. Бала кезде өзі армандаған рөлім сомдады ма? Жақсы, керемет сұрақ. Театрда қазір бірнеше рөлдерді сомдап, бірнеше киноларға түсіп жатқанын білеміз, бірақ өзінің армандаған, өзінің сомдайым деген арманына жетті ма деген. Рахмет, әдемі сұрақ. Сізді жақсы танитын болып тұр. Дұрыс. Даусынан танып отырмын, досым ғой. Бәрекелді. Ойнадым деп ойлаймын.
Өйткені мен кішкентай кезімде Алдар көсе деген фильмді маған көп көретінмін ше. Шәкен Айманов ағамыздың өзі түскен кино, өзі режиссер, өзі түскен фильмі. Сол Өмірзақ Елубаев деген кісі болатын, жаңағы бақсын ойнайтын ол кісі. Сонда қарап мен таң қалатынмын, мына кісі қалай тек бақсыны ойнайды, қалай келтіреді деп. Жаңағы Шәкен Аймановтың да ол кісінің жаңағы неге қырдың үстіне шығып қорқытады, жаңағы баламыз ғой енді, қызығамыз. Шынайы болып жатқан сияқты. Шынайы бір кәдімгідей кіріп кететініміз. Бекежанның рөліне қызығатынбыз, Бекежанды ойнадым мысалы. Бала кездегі армандар орындалып жатыр ғой. Орындалып жатыр енді десем болады енді. Бірақ енді сенің қазір жас мөлшеріңе қарап, біз ол армандардың барлық алдағы уақытта орындалатынына сенеміз. Сен әлі жап-жас жігітсің, ертең бүрсі күні зейнетке шығайын деп жатқан ештеңе жоқ. Сондықтан негізгі армандар орындалып жатыр, ал іште жүрген арман әлі алда дейсің ғой. Алда енді бір арманым бар, Ромео Джульеттада Ромеоны ойнасам ба деген арманым болған негізінде. Кезінде ішкі арманым шын айтқан емеспін, бірақ ішкі арманым болатын. Енді оқыған кезде дүниені мен қызыққанша. Әркімнің өз арманы болады ғой. Дегенмен де мен ылғи да жағымсыз рөлге түсетінмін да енді. Жағымсыз рөлдерге. Жағымсыз рөлдерге. Түріміз онша емес болғаннан кейін. Соны енді өткенде балалармен отырмыз ғой, қалжыңдап айтамын да жаңағы, Ромео Джульеттаны қоятын болсақ, Ромеоны мен ойнайыншы деп. Сөйтсем күледі балалар. Сол сияқты арман бітпейді ғой, таусылмайды ғой. Өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, басында жаңағы біттім, толдым деген адам, ол енді тоқтап қалады арай. Ізденіс болмай қалады да. Сондықтан да әр дүние театрға алған сайын шабыт келіп тұрады өзі. Бітпейтін шабыт өзі. Толғаныс бітпейді ол. Ол енді толғаныс бітсе, ол актердің да актерлық жұмыс тоқтайды деп ойлаймын енді. Мамбет, жаңағы әңгімеге оралайықшы, сені өнерге алып келуге әсер еткен тұлға болды ма? Тұлға болды, жаңа алдында айтып кеттім ғой тағы да. Шәкен Айманов атамыздың, Елубай Өмірзақов атамыздың ойындары, актерлық шеберліктері. Одан кейін Асанәлі Әшімов ағамыз біздің кездегі кісілер ғой, сол жас кезіміздегі, бала кезде есте қалатын нәрсе ғой. Қазақ киносының шоқ жұлдыздары ғой. Тұңғышбай ағамыз мысалы, сол кісілердің жаңағы тұлғалық өнерін көрген кезде сол сияқты болғымыз келетіні ол айдын анық та енді. Сол сияқты сөйтіп ойлап, сөйтіп жүрген кезде енді ауылда енді кішігірім, енді ауылда сәл болса да енді айтып отырмын ғой, жаңағы тұйық болсам да ішімде бір өнер жатты ма, кейін кішкене сәл ержеткеннен кейін барып ауылда енді сол өнерге қатысты болып жүретінбіз. Сол кезден жаңағы балаларда өзімнің құрдастарым ғой, достарым. Әй, осы сенің өнерге деген кішкене бір икемің бар сенің деп жаңағы осы оқу орнына да алғаш ашылыпты деп маған мәлімет берген достарым болатын осы қалада. Жаңадан менен бұрын келіп жаңағы оқыған Жасұлан деген жігіт, Мұхтар деген жігіт өзімнің құрдастарым. Демек, замандастардың өзі бақ-бағдар берді ғой. Замандастардың өз ықпалымен сол барып көрейінші деп келіп осыға оқуға түсіп кеткен жайым бар еді. Ол жігіттерге көп рахмет айтамын. Достарым, құрдастарым ғой. Әлбетте, нағыз дос осындай кезде белгілі болды. Дос деген енді өте керемет дүние ғой. Мамбет, мен қарап отырсам, театр сахнасында жүріп, жаңа айтып жатыр ғой, бауырың орындалды ма деп. Сен керемет тұлғаларды сомдаған екенсің, тарихи тұлғаларды, мысалы, Домалақ ене спектаклінде Қарағайдарды ойнапсың, Томиристе Рустамды, Қыз-жібекте Бекежанды, Қозы-көрпеште Жантықты деген сияқты. Енді бұлардың барлығы өте күрделі образдар ғой. Былай қарасаңыз, екінің біріне сеніп тапсырыла беретін рөлде ойламаймын өз басым. Осындай дүниелерді сахналай жүріп, алыс-жақын шетелдерге де барып қайтыпсыңдар. Каирға, мысалға, Румыния еліне де барып қайтқан екенсіңдер. Енді осы жерде ой туындайды ғой. Осындай қазақтың тарихында болған мықты-мықты адамдарды сахналап, алғаш сахналап өзіңе сеніп тапсырған кезде қандай тебіреністе болдың? Әй, осыны алып шыға аламын ба, шыға алмаймын ба деген ой толғаныс болған шығар. Осымен де бөліссең бізбен. Болды, әрине. Мен 2008-де келген кезде Қуандық аға өзі қабылдап алды жұмысқа. 2009-да біз Қыз-жібекпен Каир қаласына бардық. Сол кезде 2008-дің аяғында Қуандық аға маған табыстады. Бекежан, сен ойнайсың деді маған. Сонда үлкен қорқыныш болды, шынымды айтсам. Енді мен театрға жаңадан келген кезім ғой, жаспын ғой енді. Ешқандай әлі опыт алмағам, қалай болар екен деп барымды салып дайындалған кездерім болды. Күндіз-түн дейді ғой, актер болу, көктер болып жұмыс істеу дейді да. Актердің өз-өзімен жұмыс жасау дейді, кемшіліктерімді айтып беретін Қуандық аға өзі, жаңа үлкендер деп арамыздағы Спандияр аға, Қарабай аға дегендей ағаларымыз болды. Таудай ағаларымыз. Мамбет, тағы да бір көрген күтіп отыр бізде. Әңгімеге араластырайық. Кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло. Саламатсыз ба, айта беріңіз. Саламатсыз ба. Біз Ардақ деген
Аскар деген құрдасының келіншегі ғой. Соны сұрайын деп едім мен Мамбетовтен. Ең ауыр болған рөлі қандай рөл екен? Қиын болған рөлі? Жақсы, рахмет сұрағым. Рахмет Ардақ. Мен үшін ешқандай рөлім ауыр болған жоқ, мен үшін қызық болды. Тек қана бір арасында енді жамбасыма келмей қалған рөл болды. Солар маған кішкене ауырлау болып тиеді негізінде. Бұл кісінің де білгісі келіп отырған сол ғой. Маған енді қалай десем болады, физикалық қимыл іс-әрекетке құрылған қойылымдар көбінесе сондайға түсіп жаттым. Сол жағынан қиналасың енді кішкене, енді демің жетпей жаңағы әрекетке құрылған болғандықтан аласұрып ойнағаннан кейін, шыққаннан кейін, бірақ енді рахаттанасың ойнап болғаннан кейін. Мен үшін енді білмеймін, аса бір мен үшін қатты ауыр болды деп айта алмаймын. Маған қайта қызықты, рахат алатын рөлдер болды мен үшін. Рухани шабыттанасың. Рахаттанамын. Қандай рахаттанатын кезім болады. Бұлай шын шеберге оң солы бәрібір дейді ғой енді. Бұл жерде саған кішкене бұлай комплимент айтып қояйық. Расында да сен мықты актерсың ғой. Енді олай деп енді қатты айтпай қойыңызшы. Осындай кезім. Мықтылар көп қой қазір. Жаңағы ойынды аяқтай салсаң, жаңағы осы шетелге осындай жақсы рөлдер берген кезде толғанысың барысындағы. Сол кезде мен қатты кішкене қобалжу болды менде. Уайым болды, шынымды айтсам. Алып шыға аламын ба, алып шыға алмаймын ба. Ең басты мен сенгенім ол режиссер болды. Мен таңдаса, ол кісі менен бірдеңе көріп тұр. Яғни, сол кісінің бағдарынан таймай жасай берсем, яғни менен бірдеңе шығады деген ой болды да. Жұмыс істедім. Жалпы режиссер деген актердің бір әкесі сияқты ғой театрда, иә? Оның айтқан сөзі заң. Бағыт-бағдар беруші ғой кісі. Бағыт-бағдар беруші, көңілінен шығуға тырысасыздар. Көңілінен шығуға болғанда, оның кісінің көңілінен шығу дегенде берген тапсырманы жауапкершілікпен рөлін алып шықсаң, болды, көңілінен шықтың. Сол кісінің ойындағыдай, ол кісі актер жұмыс істеген кезде актер жаңағы рөлін рахаттан ойнап жатса, ол кісі рахат алады да сол жұмысынанша. Көрдіңіз бе, шаршамайды. Жақсы. Мамбет, осы жерде бір қызықты оқиғаларды еске түсіріп жіберсек қалай қарайсың? Жалпы жаңа өзің айтқан, мүмкін жас кезіңде, мүмкін мұнда саха актер болған кезің өзінде сахнаның ар жақ бер жағында бір естен кетпейтін бір күлкілі жағдайлар болса, бізбен бөлісе отырсаң. Театрдың өзі бір қызықты оқиға ғой. Қызығы көп қой. Күніге қызық дейсің ғой. Күніге қызығы, күніге бір қалжың ойын бітпейтін, сондай қайнап жатқан жер өзі. Театрдың өзі бір анау айтып отырмын ғой, бір ауыл сияқты, бір үйдің баласындаймыз бәріміз. Бәріміздің де жаңағы бір әулеттің баласындаймыз. Бір-бірімізге деген көңілімізде, жүрегімізде таза жаңағы қалжыңдай саламыз бір-бірімізге. Сахнада ойнап жатқан кезде жаңағы кейде қалжыңымыз тасып кетіп, бір-бірімізге жаңағы сол орынсыз жерде қалжыңдап жіберетін жеріміз болады. Мен ең алғаш келген кезде жаңағы бір мен үшін енді кейін енді балалар үшін қызық қой, маған бірақ енді қиын болды деді сәл. Ыңғайсыз жағдайда қалып қалдым да. Құдалар дейтін бір қойылым бар еді, спектакль. Төбеге шығып жаңағы бір даңғар оратын жері бар екен да. Соған кірісіп қойдым мен. Сөз жоқ, ештеңе жоқ, тұрамын. Соң ұлан жаңағы Ержма дейтін жігіттер бар. Солардан сұрап жүрмей қай жерден шығамын жаңағы депші. Бір точка берді бір дайындыққа. Сол айтып бір-екі рет шықты, алаңдап жүріп жаңадан келген кезде алаң асар боласың өзі. Миың ашып жүреді өз жаққа. Сол ұмытып қалдым да маған айтып жүрмеш қайда. Аға айтамыз деді да. Алттар шығарып жіберді. Оның шығатын жері бар да енді шығып бір моментте бір көрініп кетіп қалып қайтадан шығып сөйтіп тұратын жері бар. Мен шығып аламын, тартып бүйтіп жаныма қарап қоямын, жаңағы қашан түсемін деген сияқты. Тұра бер деп қойды жаңағы. Сөйтіп ертерек шығарып жіберген мен қойылымның аялайтын тұрған кезім болған сондай қызықтар болған. Мүлде сценарийде қарастырылмаған дейсіз. Жоқ қой енді ол арасында жаңағы басында о баста дайындықта болмағаннан кейін менен жаңағы ауырып келмей қалдым ба, сол ойнайтын бала сондай болды енді нақты есімде жоқ. Сондай бір қызықтар болған. Сөзімді айта алмай шығып кеткен кездеріміз болған сахнадан. Мына Сыған серенадасын ойнап жатырмыз, Исраил Сапарбай ағамыздың. Бақытжан Байқұшев деген жаңағы ол кезде жаңадан қойылған кезде қазір енді Кенен Ақырбеков ойнайды. Сол Шәмші, мен Алекон ойнаймын жаңағы, екеуміздің ерегісетін қақтығысатын жеріміз бар. Сонымен сахнаның сыртында тұрдым да мен жаңағы балалармен қалжыңдасып тұрғанбыз, күні ойнап жүргеннен кейін етім үйреніп қалады ғой енді. Сөйтіп тұрған кезде менің шығатын кезегім келіп қалды, атып шықтым. Соны жаңағы Бақытжанмен сөйлесіп жаңағы диалогымыз бар. Арқамнан пышағымды шығарамын да құлағына тақап жаңағы қарауылдай қалқиған кесермеді құлағын қаңғырып келіп қаладан тапқан екен тұрағын бұл неменің ендеше көзін құртпай тынамын деген сөзім бар осындай қарайған. Соны жаңағы құлағымнан не қыламын да жаңағы сол Бақытжанды жаңағы қалжыңдап тұрған келе кетті сырттағылар. Қарауылдай қалқиған деймін де құлағына жаңағы көзім түседі де жаңағы күлемін ғой.
күлкі қысады да шынымен ше айта алмаймын арай сөзімді ше сөйтіп ақырындап жаңағы айналамды жаңағы көрінбейін деп кішкене күліп аламын да бетін немді ол кезде енді серьезно ашуланып тұруым керек та енді бақытжанды жаңағы күлкісі келеді бет жыбыр етеді ол да зорға тұр сонымен айта алмаймын бұл неменің ендеше көзін құртпай тынамын деп ең соңғы сөзді ортасындағы сөздің бәрін тастаймын ең соңғы сөзді әрең дегенде айтамын итеріп жіберемін да бұрылып кетемін ғой сондай бір қызықты кезеңдер болған да бұл үшін режиссерден таяқ жеген жоқсыңдар ма сосын жоқ енді ол режиссер ол кісі қойып болғаннан кейін бұл бірінші премьера емес қой енді әбден ойналғанда біраз уақыт болған енді бір айдай болып қалған ойнап жүргенімізге режиссер ол кезде жоқ келмейді да күніге келмейді енді бірінші екінші премьера өткізгеннен кейін ол кісілер енді демалады да басқа қойылымға дайындалады да енді ол кісілер сондықтан байқамай қалды оны өзіміз ғана байқап қалдық арамызда онда оңай құтылып кеткен екенсің осы жерде кішкене бір әзіл қалжың интеллектті бір ойын ойнап жіберсек қалай қарайсың кішкене болса да бүгінгі тақырып жақсы мен саған сұрақ қоямын 3 сұрақ бар болған сен соған иә рас ол болған нәрсе дейсің болмаса жоқ бұл ойдан құрастырылған қазақтың аңыз әңгімелерінің бірі деп қана жауап беруге болады жақсы кеттік онда атақтың қазақты палуаны Дәулет Тұрылхановты білмейтін қазақ жоқ шығар иә осы кісі кезінде КСРО-ның 7 дүркін чемпионы болған деген әңгіме бар рас деп ойлайсың ба иә КСРО ол кезде 15 республика бар одақ болып тұрды ғой да соның 7 дүркін чемпионы болған дейді жалпы миға сиятын нәрсе ғой өзің қалай ойлайсың ойдан шығарылған шығар мүмкін болған шығар ол кісі мен өте мықты палуан ол кісі негізі кезінде әлемді шулатқан жалпы өзіңнің болған деп ойлайсың расында да солай болған екен қарап отырсам ол кісі 1986-92 жылдары КСРО-ның 7 дүркін чемпионы болған екен чемпион екенін білеміз ғой бірақ қанша дүркін екенін білмейміз көрдіңіз ба біз осындай өзіміздің тау тұлғаларымызды білуіміз керек өмірде жас ұрпаққа айтып жүргеніміз дұрыс екінші сұрақ қазақ фильмін түсірген Гауһартас фильмін білетін шығарсың өзің киноға құмар бала болған екенсің көріп өскен шығарсың осы жерде Гауһартас әнін айтады керемет ән ғой иә Гауһартас әні Бибігүл Төлегенова орындапты деген әңгіме бар қаншалықты келісесің өте дауысы ұқсайды иә осы әнді Бибігүл Төлегенова орындаған рас па әлде аңыз ба бұл рас деп ойлаймын ол кезде көп әннің бәрін сол кісі орындаған кинодағы фильмдерге берілетін әндерді көбінде осылай кәсіби әншілер сол кісілер орындап отырып не қылған бірақ қателестің бауырым ол бұл Гауһартас әнін орындаған Сажида Ахметова деген керемет әнші апамыз болған екен жас ол кезде әлбетте көп адамдар Бибігүл апамыздың даусымен шатастырады екен бірақ киноға сол кісінің даусымен алынған жақсы үшінші соңғы сұрақ даңқты қолбасшы біздің қазақтың маңдайына біткен батыры Бауыржан Момышұлын білмейтін қазақ жоқ әлем таниды деп айтсақ болады осы кісі соғыс кезінің өзінде ол кісіні батыр атағына ұсынған екен деген аңыз бар аңыз ба жоқ бұл ақиқат па қалай ойлайсың бірақ ол кісі батыр атағын тек қана 90-шы жылы ғана алды ғой бізде осы одақ ыдырайтын кезде ғана алды бірақ соғыс кезінде ол кісіні батыр атағына ұсынған екен деген ел аузында аңыз әңгіме бар бірақ алмаған рас деп ойлаймын ол кісі өзі берген керек емес деген сияқты керек емес деп бас тартты деп ойлайсың ба бас тартқан деп ойлаймын енді ол кісінің бас тартқан тартпағанын білмейді екенмін Мәмбет бірақ расында да ол кісіні соғыс кезінің өзінде әсіресе Мәскеуді қорғау кезінде бір емес екі рет өзінің тікелей командирі деп айтсақ болады Серебряков деген орыс полковнигі болған сол кезде сол кісі бір емес екі рет ұсынған екен батыр атағына бірақ өкінішке орай ол ұсынуынан ешқандай жауап келмеген орталықтан Мәскеуден енді бұл шовинистік жүйенің құрбаны болған ғой атамыз былай келген кезде әйтпесе ол кісідей батыры некен саяқ қой Мәмбет осы жерде тағы да бізде көрермен бар иә әңгімемізге аралассын кеш жарық сіз тікелей эфирдесіз саламатсыздар ма саламатсыз ба айта беріңіз менің Мәмбет мырзаға қоятын сұрағым бар еді есімім Динара жақсы ең сәтті рөлі өзінің ойнаған рөлдердің ішінде қай рөл екен жүрегіне жақын келетіні ма өзі бір жақсы көріп ойнайтын деп ойлап тұрмын осы кісі сондай сұрақ қой тәтті рөлі дейді да рахмет Динара сәтті иә яғни сәтті деген сәтті де тәтті де деп айтса болады иә барлық рөлім өзіме тәтті бірақ енді қай сәтті шыққанын көрермен ғой сыншы жоқ өзіңнің бір жүрегіңе жақындауы болатын шығар енді соның рөлін қайта кезең кезеңімен өзі қыз жібекте Бекежан
Қыз жібек Бекежан рөлі өзінің кезеңінде мен үшін рахат алатын рөлдерімнің бірі. Қоз көрпештегі Сығандағы да сондай Алеко, Қоз көрпештегі жаңағы Жантықтың рөлі, ол жерде үш рөлді бірге алып отырамын. Шердің жаңағы және де жаңағы әйелдердің рөлі бар тағы. Сосын Томиристегі Рустам рөлі. Ол жерде де өзінің монологы бар. Ол да бір жаныма рахат беретін монолог болатын. Халықтың алдында тұрып, жаңағы сахнада шығып ойнаған кезде. Адамды рухани сілкіндіретін сөздері бар ғой. Ішіндегі жан дүниеңнің бәрін барып, барын салып оқылатын монологтар, рөлдер. Сәтті өлігін енді көрермен білер, мен үшін тәтті бірақ бәрі. Жақсы. Мамбет енді кез келген актерға өзінің жасаған рөлі, өзінің баласы сияқты ғой. Оны біреуінен бөлмейтін шығар деп өз басымда солай ойлаймын. Мына кинодағы өнерге аздап тоқталайықшы, бізге берген уақытта өз мәресіне жақындап келе жатыр. Көрермен сені қазір көптеген кинолардан көріп жүр ғой. Мысалы, Міржақып атамыздың рөлін сомдап шықтың, мысалы, Тарзаманның жалғасы Кейкі Мергенде ойнадың, иә? Керемет шықты. Осы жалпы кино өнерінегі алғашқы қадам қалай басталды? Режиссерлардың көзі қалай түсті? Қалай таңдалдың? Осы бір қысқаша ғана айтып берсең. Тарзаман фильміне оған режиссер звондады. Оған таңдалған былай болды. Мен алдында Мұрат Бидосов деген кісі болатын. Осы хабар арнасына ол кісі қандай еді ұмытып қалдым. Бір кинолар түсіретін ол кісі. Соның бір кішкентай ғана эпизодына барып түскем. Сол режиссердің бір кішкентай ғана эпизоды бар. Бір ауылдың директорының совет үкіметі кезінде сол соғыс заманында ғой деймін. Кіріп келіп жаңағы бір айқайлап неғылатын бар. Сонда осы кастинг болып таңдап жатқан ғой бәрін. Сол Міржақпен келіп тоқтаған екен. Сол кезде қарап отырып, қасында көмекшісі бар. Өткендегі актерді білесіз ба, Тараздан келіп еді ғой, сіздің алдындағы бір фильмге эпизодқа түсіп еді ғой, соны көріңізші деп жаңа не беріпті. Нұсқау берген екен. Соны ашып көргенде бүйтіп қарапты да, мен ұқсатса керек енді өзі. Сөйтіп ол кісі маған звондады. Ол кісі Макс дейтін мені. Макс, сен қазір тез бар да, үстіңе қара костюм шалбар ки да, басыңа шляпа ки да, маған суретіңді жіберші қазіргі деді. Соң киімсіз әшейін дәл қазіргі түріңді суретіңді жіберші деді. Дәл қазір сен күтіп тұрмын деді. Түскі үзіліс уақыты болатын. Жібердім. Анамын түсімді жібердім. Соң 1-2 сағат дейін қайтып звондады. Сен киноға қабылдандың, Міржақыптың рөлін ойнайсың. Келесің деді. Осындай күн айтам, қай күнде екенін келесің деді. Сөйтіп киноға сол Міржақыпқа ілініп кеттім. Жақсы, керемет. Былай қарасаңыз бақ қой бұл да, иә? Бақ қой енді. Бізде өйткені мықты актерлар көп қой. Киноға түсуді өмір бақи армандап өтетін актерлар бар. Сондықтан бұны бақ деп қабылдаймыз. Және кинодағы рөлдерің алдағы уақытта бұдан да көп болады деген үміт бар бізде. Мәмбет, өйткені біздің Жамбыл облысының жігіттері өнерден қай жағынан болса да мықты ғой. Енді сен келгеннен біз сені құрдан-құр жібере алмаймыз. Сенен қонаққа да сұрағым келіп отыр. Актерлық бір қырыңнан, бір халқыңа, біздің көрермендерге, кеш жарқын көрерменде бір көрсететін дүниең болса. Енді мынау соңғы қойылған Соқыр үміт деген бізде қойылым бар. Қазір енді көрерменнің жүрегінен жақсы орын тауып жатыр, көңілінен шығып жатыр. Сондағы бір қысқа ғана бір өлеңім бар еді оқитын. Жақсы. Жұбату деген, Аружан деген ақын қыздың өлеңі. Соны алып қолдандым. Жақсы. Әруақтың рөлін ойнаймын енді. Әруақ болып келіп, әйеліме аян берген болады ғой. Аха, енді әйелі өзімен өзі қалған кезде жаңағы әруақ күйеуінің әруағымен сөйлесетін. Сонда арасында қиналған сәті болады. Сол кезде не істеймін деген сияқты. Сонда келіп оқитын жерім бар. Жүрегіңді жылаған жұбата алмай, жел өтінде жұтаған құбаталдай. Шарасыздан шарасыз тағы тұрмын, тым болмаса халіңді сұра салмай. Бір басыңа онеге үйір қайғы. Бақытыңды уақыт жиі ұрлайды, сонда да өгілмеші. Бұл дүниенің бұйырмаймын дегені бұйырмайды. Бұл жалғанның бүлкетпес беті мүлдем, кеудеден қайғы ізін кетіру кем. Ендештеңе шықпасын түсіндің ғой, өтінуден, болмаса өкінуден. Керемет, рахмет, бәрекелді. Енді сенің мына қазір сөз соқтауған қарап отырып, қандай тұлғаларды қалай шегіп сомдап жүргенін байқап отырмын да. Енді жарайды, бізге берген уақытта өз мәресіне жетті. Мамбет, алтын уақытыңды бөліп келгеніңе рахмет. Сіздерге де рахмет, елеп шақырғандарыңызға. Біздің кеш жарықтың көрермендеріне айтарың бар болса,
ақжарма тілектерің болса тыңдауға hazırмыз. Ал құрметті Кеш жарықтың көрермендері, Жамбыл облысының тұрғындары, тумалары, барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін. Жақсылық ішінде бәрібір де ойлаймын. Дендеріңіз сау болсын, аман болайық, қазақ еліміз аман болсын. Театрға келіп тұрыңыздар, рухани байлық алып тұрыңыздар. Театр деген өзі бір әлем бар, тарихи тұлғалар бар, онда тарихи қойылымдар бар, тарихи тағылым алып тұрыңыздар. Өздеріңіздің ішкі жан дүниелеріңізбен бөлісіп тұрыңыздар. Келіңіздер. Рахмет. Алтын уақытыңды бөліп келген рахмет. Мамбет, біз де саған осы Жамбыл телеарнасының ұжымының атынан өнер саласындағы алатын шоқтығың шың қашанда биік болсын дейміз. Рахмет. Халыққа рухани байлық сыйлайтын образдарың көп болсын бауырым. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен Кеш жарық өзінің кезекті жұмысын осылай түйіндеді. Кештеріңіз қашанда жарық болсын, амандықпен жүздесейік.